Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін осындай керемет, жұмсақ әрі тез дайын болатын самсаның рецептімен бөлсем, толықтай видеоны қараңыздар. Ең алдымен ұнымызды елеп аламыз. Ұнға бөлме температурасында сары майымызды салып, жақсылап қолмен майдалап үгітіп шығамыз. Теркамен өткізсеңіз болады, пышақпен майдалап турап жасаса болады. Жақсылап үгітіп, крошка жасап шыққаннан кейін айранымызға бір шай қасықтың ұшымен тұз және сода қосып, жақсылап көпіртіп араластырып, кейін оны ұнның үстінен қосамыз. Ал енді қамырды елеп шығамыз. Артық ұнның қосудың қажеті жоқ. Дәл осы қамырмен басқа да тәттілердің түрлерін жасаса болады. Мысалы, песочный тесодан жасалатын барлық тәттілерді жасауға болады. Ал енді қамырымызды елеп болғаннан кейін пакетке орап, холодильникке 10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін жайып, самсамызды бүге берсек болады. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша. Сонымен қатар, дәл осы қамырмен мясной пирог жасаса да болады. Жасап көріңіздер, өте жұмсақ болып шығады. Енді менің самсаларым дайын болып қалды. Самсамыздың бетіне бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Кейін сәніне қарай күнжіт сеуіп шығамыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша өріп, әсемдеп шықсаңыздар болады. Біздің самсамызды пісіріп шығамыз. Қызып тұрған пеште 40-30 минутта пісіп шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.